Сонымен бірінші тақырыпқа тоқталайық. Бірінші тақырып бізде қаржылай сауаттылық және қаржы қағидалары деп аталады. Негізінен алғанда барлығымыз бұл уақытқа дейін де естігенбіз қаржылай сауаттылық, қаржы қағидалары, ақшаны есептеу деген нәрсені. Бірақ шындығына келгенде ешқайсымыз қолданбаймыз десек те болады. Бұл нәрсе негізінен алғанда өте маңызды болып табылады. Қаржылай бостандыққа, яғни оны қалай айтады, финансовая свобода дейді ғой, сол нәрсеге қол жеткізбес бұрын ең алғашқы қадамымыз бұл қаржылай сауаттылық болып табылады. Негізінен алғанда адам баласына бұл өмірде көп ақша тауып қою жеткіліксіз. Көп ақша тапқаннан бұрын біз ақшаны үнемдеп те үйренуіміз керек, ақшаны өсіріп көбейтіп те үйренуіміз керек, және ақшаны біз ақшаға емес, ақшаны бізге жұмыс жасатқызып та үйренуіміз керек. Оның үстіне былай алғанда, негізінен алғанда біздің аудитория көбінесе көп ақша табатын адамдар емес. Егер көп ақша табатын адамдар болса, в основном алғанда курстар іздеп ақшаны қалай табамыз деген нәрселер қатты қызықпайтын еді. Көп ақша таппайтын болғандықтан ақшаны үнемдеу, өсіру және оны көбейту, оның бізге жұмыс жасауын қадағалау, бұл біз үшін өте маңызды болып табылады. Сол себепті қаржылай сауаттылықты меңгеруіміз керек. Қаржылай сауаттылық не үшін маңызды? Себебі жаңа басында айтқанымыздай, бұл инвестиция әлемдегі ең алғашқы қадамымыз болып табылады. Және қаржылай сауаттылықты меңгере алсақ, біз табысымыздың қайда кетіп жатқанын және қайдан келіп жатқанын толық түсінетін боламыз, және сол арқылы инвестициялық портфелімізді өте дұрыс басқара алатын боламыз. Яғни қаржылай сауаттылық болмайынша біз қаржылай деңгейімізді алға еш уақытта жылжыта алмаймыз. Бұл қаржылай сауаттылықты түсінбес бұрын ең бірінші бізге ең қатты қажет болатын терминдердің бірі ол инфляция деп аталады. Бұл инфляция дегеніміз, бұған дейін де кейбіреулеріңіз естіген шығарсыздар. Бұлай анықтама берілген. Инфляция бұл тауарлар мен қызметтердің жалпы баға деңгейінің тұрақты түрде өсуі. Инфляция әрбір мемлекетте бар, және оны бақылап санай білу өте маңызды деп анықтама берілген екен. Қысқаша түсіндіретін болсақ, мынанда оң жақтағы суретті қарасаңыздар, барлығында бірдей ақша тұр, яғни 5 евро тұр дейік мысалы. И ішінде қажетті заттар бар, то есть нан, айран, брокколи, енді жалпы қажетті товарлар бар. 5 евроға осынша зат аласыз 2020 жылы. Ал 2021 жылы уже списоктан кейбір заттар кетіп қалған. Ал 2022-де тіпті заттардың санаулысы ғана қалған десек болады. Бұл не үшін жүзеге асады? Себебі барлығыңыз білетіндей, заттар, яғни сатып алатын біздің товарларымыз және жалпы қызметтер, яғни услуги дейді ғой, олар жыл сайын қымбаттайды. Олар не үшін қымбаттайды? Соның қымбаттауы как раз бізде инфляция деп аталады. Яғни инфляцияны осылай түсінгеніміз дұрыс болады. Яғни осы жылы сатып алған мысалы Toyota машинаңыз 10 миллион қалсаңыз, келесі жылы, бір жылдан кейін уже 10 миллионға ала алмайсыз. Шамамен 11 миллион болады, 12 миллион болады, бірақ міндетті түрде қымбаттайды. Өйткені инфляция әрбір мемлекетте бар. Причем Қазақстанда өте жоғары десек болады. Негізінен алғанда инфляцияны біз 3 түрлі деңгейде қарастырсақ болады. Олар төмен, орташа және жоғарғы деңгей. Төмен дегеніміз ол 6%-ға дейін. Яғни товарлар немесе услугалар бір жылда 6%-ға қымбаттайды. То есть 100 мың теңгеге алған нәрсеңіз келесі жылы бір жылдың ішінде 106 мың теңге тұрады, яғни 6%-ға өседі. Екінші деңгей ол орташа деңгей, 6%-дан 10%-ға дейін, ал жоғары 10%-дан жоғары болып табылады. Сіздерге осы жерде интересный факт, Қазақстанда инфляция деңгейі 12%-дан жоғары. Шамамен 12%-15% арасында жүретін болып табылады. Яғни товарлар бізде Қазақстанда жыл сайын шамамен 15%-ға дейін қымбаттайды. Мына жерде тағы да бір мысалы бар. 2021 жылы бізде 300 мың теңге болсын. 300 мың теңге әр ай сайын дерлік квартплатаны жауып отыруға жеткілікті болсын. Квартплатаны жауып отыруға және жанында тамақ алуға. Ал келесі жылы дәл сондай шығынды өтеу үшін 2022 жылы бізде тоже 300 мың теңге бар. Мысалы айлығымыз сондай болса, немесе табысымыз сондай болатын болса, шығындар бірақ уже келесі жылы бір жылдың ішінде 340 мың болады. Тура дәл сондай өмір сапасы, тура дәл сондай сатып алатын заттар, тура дәл сол төлейтін квартира, бірақ уже бағасы 340 болады. Бұның барлығы инфляцияға байланысты. Сол себепті біздің табысымыз да инфляциямен кем дегенде тең деңгейде, немесе одан да жоғарырақ тезірек өсіп отыруы керек. Егер олай өсуге қол жеткізе алмайтын болсақ, біз келесі жылы дәл осы табысымызбен осымен тең деңгейде, то есть 2021 жылғыдағымен тең деңгейде өмір сүре алмаймыз. Яғни өмір сүру сапамыз жылдан жылға нашарлай береді.
Инфляцияның тағы бір мысалы доллар теңге деп аталады. Яғни доллардан теңгеге ауыстырған кезде инфляция, яғни доллардың бағасы өсетін болса, онда бізде инфляция өседі деген сөз. Дерлік оған қарапайым ғана мысалмен түсіндіре салуға болады. Мысалы Nike Air Force. Ал жерде кроссовка бар. Ол 2020 жылы $100 тұрады. 2022 жылы да $100 тұрады. Бірақ 2020-да $100 дегеніміз ол 40 мың теңге, ал 2022-де $100 дегеніміз ол 50 мың теңге деген сияқты. Яғни біз 40 мың теңге табысымыз болатын болса, 2 жылдан кейін 2022 жылы дәл сол 40 мың теңгеге уже мына кроссовканы сатып ала алмаймыз. Өйткені инфляция заттардың құнын төмендетіп, бағаларын қымбаттата береді. Осы тұста инфляциядан ұтылмау үшін және өзімізге келіп жатқан белгілі бір табыс мөлшерін, ол сізде стипендия болуы мүмкін, айлық болуы мүмкін, немесе басқа да бір табыс көздері болуы мүмкін. Жиналған сумманы дерлік мысалы бізде түсінуге оңай болу үшін 10 миллион теңге деп қарастыра салдық. Негізінен барлығымызда бірде 10 миллион теңге жоқ, бірақ осылай қарастыра салу бізге чтобы түсіну үшін оңайырақ болды. Енді табысты қолданудың әртүрлі жолдарын қарастырып көрейік. Қазақстанда ең қатты дамыған деп айтайық, яғни ең популярный нелердің бірі, табысты қолданудың түрлерінің бірі бұл банкке, депозитке сала салу. Барлық сумманы алып барып, депозитке салып тастау. Ол жерде екі түрлі вариант бар. Теңгемен салуға болады, немесе доллармен салуға болады. Енді былай салыстырып қарап көрейік. Теңгемен салсаңыз, банк сізге мына жерде кейбір мәліметтер ескерген болуы мүмкін. Дерлік 10% береді екен, 9% деп жазыппыз. Ал жаңа жоғарыда айттық, инфляция Қазақстанда 12%-дан жоғары деп. Яғни сіздің ақшаңыз 9%-ке өседі, бірақ инфляция оның 12%-ын азайтады. Яғни жыл сайын 12%-ға азаяды ақшаңыз. Солай қабылдасақ болады. Демек, келесі жыл сізде минус 3% болады. Ол дегеніміз теңгемен алғанда 9 миллион 700 мың теңгеңіз қалады десе болады. Яғни бір жылдың ішінде сіздің 10 миллион теңгеңіз 9 миллион 700 мыңға айналады. Яғни ақшаңыз азайып қалмайды, тіпті саны көбейе беруі мүмкін, бірақ дәл сізде мысалы 11 миллионға дейін көбейсе ақшаңыз, тура сол 11 миллионға сол жылы алатын 9 миллион 700 мыңның ғана затын аласыз деген сөз. Яғни инфляция солай көтеріледі деген сөз. Ал енді доллармен салсаңыз, негізінен алғанда Каспийде де, халықта да, барлық жерде Қазақстанда көбінесе доллармен бір ғана процент береді жылына. Яғни сіздің ақшаңыз бір жылда 1%-ке өсіп отырады. Ал негізінен алғанда доллардың өзінде де инфляция бар, яғни Американың тоже инфляциясы бар. Мына жерде есептелмеген. Америкада инфляция шамамен 3-4%-ды құрайтын болып табылады. Яғни 3%-ды алатын болсақ, мына жерде сізде доллармен минус 2% болып шығасыз. Енді жерде 10 миллион 100 мың емес, 9 миллион 800 мыңда ақшасы қалады. Яғни осы тұста сразу түсінсек болады, что депозитке ақша салу, яғни табысты депозитке сала отырып қолдану, ол деген өте тиімсіз болып табылады. Өйткені сіз бір жыл бойы күтесіз, ақшаңыздың азайғанын, яғни ақшаңыздың көбейгенін күтпейсіз, тек қана ақшаңыз азаяды. Енді екінші бір мысал, бұл енді бұрынғы кезде көп қолданылған, яғни матрастың астында кәдімгі ақшаны қағаз күйінде ұстап отыру, төсегінің астына салып қойып, осылай ақшаны қағаз күйінде ұстау. Қазір бұл нәрсе бара-бара азайып бара жатыр, адамдардың барлығы банковский системаға көшіп жатыр. Енді жай ғана сол мысалды қарастырып көрейік. Сіз теңгемен қолыңызда ақша ұстасаңыз, просто, яғни қолыңызда наличный ақша ұстайтын болсаңыз, өте оны ұзақ уақыт, яғни бір жыл бойы ұстасаңыз, Қазақстанда білесіз, теңгемен инфляция 12% болады. Яғни 10 миллион теңгені наличный бір жыл бойы ұстап жүрсеңіз, ол келесі жылға дейін құнын 8 миллион 800 мың теңгеге дейін жоғалтады. Яғни қолыңызда тұра береді да, 10 миллион теңге тұра береді қолыңызда, бірақ сіз оған 8 миллион 800 мың теңгенің затын ғана ала алатын болып табыласыз. Енді дәл солай 10 миллион теңгені, яғни 20 мың доллар деп келтіргенбіз. Доллармен ұстасақ 20 мың долларды, доллармен тоже инфляция бар, яғни Американың инфляциясы бойынша шамамен 4% құнын жоғалтады жыл сайын. Сәйкесінше келесі жылы сізде 9 миллион 600 мың теңгенің суммасы қалады. Кейбіреулер айтады, ақшаны табысты керемет инвестиция, ол квартира сатып алу немесе машина сатып алу деген сияқты. Машинаға құю, квартираға құю деген сияқты ұғымдар да бар. Бірақ бұның да дұрыс емес екенін былай түсінсек болады. Дерлік мысалы Toyota Camry сатып алдық 10 миллион теңгеге, доллармен алдық мысалы. Бізде амортизация дейтін ұғым бар. Өздеріңізде қатты зерттеп, интернеттен іздеп қарап көріңіздер, бірақ амортизация деген заттардың уақыт өте келе құнын жоғалтуы, яғни бұзылуы. То есть сіз биыл сатып алған Toyotаны, 10 миллионға сатып алған Toyotаны келесі жылы бір жылдың ішінде тура 10 миллионға қайтадан сата алмайсыз. Яғни ол уже бағасы түсе береді қолданған сайын.
келесі жылы ол шамамен амортизация ретінде 20% құнын жоғалтса, сізде 8 миллионға сата алатын мүмкіндік болады. Яғни сіздің ақшаңыз бара-бара азаяды. Келесі жылы яғни сіздің ақшаңыз 20%-ға дейін азаятын болып табылады. Келесі бір инвестицияның жолы ол пәтер, немесе пәтер сатып алу деген сияқты нәрсе ғой. Бұл да квартираны сатып алу, яғни жеке баспанаңызды сатып алу. Ол жерде шамамен пәтерлердің бағасы жыл сайын 10%-ға қымбаттайды. Шамамен алғанда әр жыл сайын 10%-ке қымбаттап отырады. Биыл 10 миллионға сатып алған однокомнатная квартира, ол келесі жылы 11 миллион тұрады, осылай алғанда. Бірақ инфляцияны тоже ескеруіміз керек. Бұл жерде 12% инфляция есептелмеген. 12% инфляцияны қоссаңыз, общий алғанда минус 2%-пен шығасыз. Яғни табысыңыз 10 миллионнан 9 миллион 800 мыңға дейін азаяды. Ал доллар мен квартиралардың бағасы шамамен әр жыл сайын 1%-ке төмендеп отырады. Яғни сіз 10 миллионмен кірсеңіз, 9 миллион 900 мыңмен шығасыз десек болады. Енді бұйырса келесі тақырыптарда толық түсіндіреміз. Мына жерде S&P 500 және Tesla акциясы деген екі ұғым бар. S&P 500 деген Американың ең мықты, Американың ең капитализациясы, ең табыстары мықты 500 компаниясына ортақ етіп барлығына бірдей ақша салуға болады. Оны келесі сабақтарда түсіндіреміз, қалай салу керек екенін. Осылай салсаңыз, шамамен алғанда доллармен Американың 500 компаниясы сізге осылай акциясына салсаңыз, жыл сайын тұрақты түрде 15% өседі. Оны тарих дәлелдейді. Яғни 50 жыл, 60 жылдан бері тұрақты түрде осылай 10%, 15%-ке дейін рост жасап отыр. Мынау нәрсені осы терминде интернетке жазып іздесеңіз де болады, қалай өсіп жатқанын. Доллармен 15% пайда алып келеді. Ол жерде инфляцияны есептесек, 3% деп есептесек, шамамен сізде 12% пайда қалады. Яғни бір жылдан кейін сіздің табысыңыз 10 миллионнан 11 миллион 500 мыңға, немесе инфляцияны есептесек 11 миллион 200 мыңға өседі. Яғни 3% тағы алып тастақ. Ал енді жекелеген акцияларға салатын болсаңыз, мысалы Tesla компания бар, барлығыңыз білеміз, машина сататын. Ол Тесланың акциясын сатып алсаңыз, исторический не ғой, статистикасын көрсетілген, яғни 2021 жылғы қаңтардан 2022 жылғы қаңтарға дейін Тесланың акциясы доллармен 80%-ке өсім көрсеткен. То есть сіз ол жерге 10 мың доллар салдыңыз, 10 мың доллар, 10 миллион біздің жағдайымызда 10 миллион теңгені салып қойсаңыз, доллармен 80% өседі. Ал сіздің келесі жылғы табысыңыз 10 миллионнан 18 миллионға айналады деген сияқты. Яғни инвестиция әлемінде осындай керемет мүмкіндіктер бар, бірақ біз оны дұрыс қолданып, дұрыс үйрене алуымыз керек. Кіре салып бұндай табыс таба салу өте қиын десе де болады. Менің өзім бұндай табысты әлі тауып көрмегем. Бірақ дәл осылай 80% болмаса да жақсы табыстар тапқан кезім болған. Бірақ ол нәрсені толығымен үйреніп алуымыз керек әуелі. Яғни ақшамызды білмейтін жерге салғаннан гөрі толығымен біліп алып, сол жерге содан кейін барып салғанымыз дұрыс болады. Енді кезекте мынау 50-30-20 дейтін ереже бар. Бұған дейін де естіген боларсыздар, бірақ қайталау артық етпейді. Ақшамызды осылай 50%, 30%, 20% бойынша бөлеміз, және солай қолдансақ дұрыс болады. Әрине бұл нәрсе өзгере береді. Яғни 40%, 20% деп те өзгеруі мүмкін деген сияқты. Бұл обязательно қатып қалған 50-30-20 емес, әркім өзінің ыңғайлылығына қарай қолдана берсе болады. Енді 50% дегеніміз ол біздің тұрақты шығындарымыз. Яғни ақшамыздың жартысы тұрақты шығындарға жеткілікті болуы керек. Яғни табысымыз сондай болу керек. Олардың ішінде квартплата, яғни әр ай сайын төлейтін тамақ, денсаулық шығындары, немесе коммуслуга деген сияқты нәрселер тұрақты түрде төленіп отырады. Екіншісі 30% ол біздің қалауларымыз. Яғни біздің қалауларымыз ол дейтін қосымша шығындар. Әрдайым тұрақты түрде төлене беретін емес. Ресторанға баруға болады, киноға, немесе саяхат, шетелге шығып қайту, интернетке ақша төлеу, кейбір кездері біреулерге немесе өзіңізге сыйлық алу, өз-өзіңе деген белгілі бір деңгейде сыйлықтар жасап отыру, өзіңді марапаттап отыру, білімге құйылған ақша, немесе өзіңді дамытуға құйылған ақша деген сияқты нәрселер. Яғни мен өзім бір курс сатып алуым, сол нәрсені қалауым мүмкін. Ол менің 30% қалауымның ішінде кетуі керек. Енді 20% ол деген міндетті түрде әр жылға немесе әр айға табысымыздың 20% сақтауға және сол ақшаны өсіруге сақталуы керек. Яғни қойып қоюым керек сақтап. Бұл жерде біз депозитке салсақ болады, бірақ жаңа жоғарыда түсіндік, то что депозитке салу өте тиімсіз екен, немесе инвестицияға жасасақ болады. Мысалы S&P 500
полностью Американың ең мықты 500 компаниясына салып қойып, 20%-ды ол туралы ойламай просто салып қоя салсақ та болады. Немесе астында көрсетілген акциялар алсақ болады, облигация, опциондар сатып алсақ болады. Бұны мен уже келесі сабақтарда әрбір терминге жеке тоқталып түсіндіретін боламын, қайсысы не нәрсе екенін. Мына жерде суретпен более наглядно көрсетілген. Негізінен алғанда 20% мен должен, то есть мен міндеттімін ол нәрсені жасауға. 20% обязательно әр ай сайын салуым керек. 30% хочу, то есть мен осы нәрсені қалаймын. Осы покупка жасағанды қалаймын, немесе бір спортқа жазылуды қалаймын деген сияқты нәрселер осы 30%-ның ішіне кіру керек. Егер қалауларымыз 30%-дан асып бара жатса, немесе біздің табысымызды көбейту керек, немесе қалауларымызды қысқартуымыз керек. Өйткені біз 20%-ды бірінші сала алмасақ, біз былайша айтқанда өзіміздің болашағымызға балта шапқан боламыз. Енді соңғысы 50% ол могу, то есть мен осылай жасай аламын. То есть мен осындай квартира тұра аламын, немесе біздің 50% табысымыз осы квартираны төлеуге жетпесе, демек біз өмір сүру сапамызды төмендетсек те арзан квартира тауып, 20%-ті по-любому сақтап қалуымыз керек. Яғни табысымыздың 20%-ын, то есть бірінші басқаларға емес, мына жерде байқасаңыз, 50% ол басқаларға төленеді. То есть квартираны төлеу ол басқа біреуге ақша кетеді, хозяинге кетеді, немесе тамақ сатып алу ол тоже басқа бір магазиндерге ақша кетеді. 30% тоже сондай. Яғни бір нәрсе сатып алатын болсаңыз, спортқа жазылатын болсаңыз, оның барлығы сізге кетіп жатқан ақша емес, басқа біреуге кетіп жатқан ақша. Ал 20% ғана ол тек өзіңізге қалып жатқан ақша. То есть сіз өзіңізге төлеп жатқан боласыз. Сол себепті бірінші өзгелерді емес, өзімізді ойлап, 20% ақшаны бірінші салып қойымыз керек. То есть 100 мың теңге таптық, оның 20 мың теңгесін сразу сақтап қойдық, немесе бір инвестицияға салып қойдық. Былайша айтқанда өзіміздің инвестиционный счетымызды ашамыз бұйырса, и сол счетқа алдық та салып қоя салдық. И все, сол жерде қалады. И қалған 80%-ын жеткізуге тырысуымыз керек, немесе табысымызды арттыруға тырысуымыз керек. Енді соңғы слайдымыз, бұл жерде капиталды жасау және ақшаны өсіру не үшін маңызды деген сұрақ. Негізінен алғанда біз табысымыздың жаңа жоғарыда бірнеше рет айтып келдік. Кем дегенде 10%-ын, негізі ең жақсы сол 20%-ын үнемі инвестицияға салып отыруымыз керек. Мен өзім солай жасаймын, мен негізінде студентпін. Тауып жатқан стипендияның кемінде 20%-ын инвестицияға міндетті түрде әр ай сайын ақша түскен кезде салып отырамын. И бұл жерде Парето заңдылығы дейтін бар. Тоже интернеттен ашып кейін қарап оқысаңыздар болады. Ол деген мағынасы былай: 20% еңбек нәтиженің 80%-ын береді. Бұл жерде алып қарасақ, 20% инвестиция 80% жағдайда қаржылай тәуелсіздікке алып келеді. Яғни финансовая свободаға жеткізеді бізді. Енді мына жерде инвестицияны калькуляторды ашып көресілер. Бұл жерде инвестицияны калькулятор бар. Бұл сіз қанша табыс саласыз, то есть мысалы былай есептеп көрсетілер. Яғни конечно сумманы есептейтін қойып қоямыз. Енді қараңыз. Так. Конечно сумманы қойып қояқ. Стартовый капитал дерлік бізде қалтамызда 100 мың теңге бар болсын. Солай қарастыра салған бізге оңайырақ. И срок инвестирования мысалы 10 жыл бойы жасаймыз дейік. 20 жастамыз мысалы қазір, и 30 жасқа дейін үйленіп бала шағалы болғанға дейін осы инвестициямен айналысамыз деп шешім қабылдайық. И жаңа айттық, S&P 500 әр жыл сайын 15% пайда алып келеді. Яғни ставка өзде 15% годовых, то есть бір жылда 15% пайда алып келіп отырады. Және инвестициямыздың тапқан табысымызды 15%-ымызды қайтадан үстінен салып отырамыз. Период реинвестирования, то есть раз в месяц. Әр ай сайын біз стипендиямыз түскен кезде ақшасын салып отырамыз, дұрыс қой. Сонымен дополнительное вложение бұл бізде. Шамамен әр ай сайын 80 мың стипендия түссе, соның 20 мыңын салып отырайық, дерлік мысалы. И рассчитать, есептеп көрейік. 10 жылдан кейін біздің табысымыз міне 5 миллион, итоговый сумма көрсетілген, 5 миллион 948 мың 362 теңгеге жетеді. Итог оның ішінде біз есептеп қарайтын болсақ, міне барлық салған ақшамыз 2 миллион 400 мың теңге, ал оның үстінен түскен пайда 10 жылдың ішінде 3 миллион 448 мың теңге. Енді қараңыз, біздің приростымыз есептелінуі. Бұл жерде сұр түспен просто өзіміздің ақшамыз көрсетілген, яғни өзіміздің ақшамыз қалай салынып отырғаны, ал үстіндегі доход жасылмен көрсетілген, бұлар қалай өскені, и полный біздегі баланс осымен бірге қалай өскені міне оранжевыймен көрсетілген.
оранжевмен көрсетілген қарасаңыз, басында табыс өте жай өсуі мүмкін, бірақ уақыт өте келе өте жылдам өсе бастайды. Өйткені капитал неғұрлым үлкен болған сайын, соғұрлым біздің де табысымыз жылдам арта береді. Жалпы түсінікті болды деп ойлаймын барлығы. Сонымен бүгінгі тақырып аяқталды. Келесі сабақтарда жүздескенше.